Туран даласы Түркістан аймағы Шымкент шаһарынан сөйлеп тұрған Нұрхан Сұлтанбайұлы Сәменбет. Бүгін сәуірдің 10-шы жұлдызы. Мынау қасиетті Рамазан шәріпінде міне бастапқы 10 күніне бір-ақ күн уақыт қалды. Құдай бұйырса. Бірде күн уақыт қалды. Әлемді өзіне жалт қаратқан қасіретті қаңтар оқиғасының жарасы дәл бүгінгі күндерде бірнеше жылдың төңірегінде жазыла қоюы екіталай. Бұл адамзат тарихындағы ауыр қасіретті қайғының бірі болды. Бұл қаңтар оқиғасындағы биліктің көзсіздікпен жасаған, көрсөкірлікпен жасаған жұмысының ұрда-жық белсенділердің 30 жылдық 30 жылдық биліктің атап айтсақ Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлының құдай санап кеткен, соған құл болып кеткен заң саласының адамдары бүгін күнде қазақтың ұлтшыл азаматтарына, жастарына өте-мөте кәмелетке толмаған жастардың өзіне басына әңгір таяқ ойнатып, сорларын сорпадай қайнатып отыр. Міне соның бірі қазақтың қаймағы атанған, қазақтың ұлттық мінездемесінің мінбесі мен мұндалап тұратын ежелгі оңтүстік Қазақстан, қазіргі Шымкент шаһарында Бозарық деген елді мекенде тұратын қазақтың домбыра жасау шеберлігіндегі белгілі мықты шебер ұстаның бірі ұлтжанды, ұлтшыл азамат, ұлтшыл. Ұлтым дегенде, қазақ дегенде ішкенасын жерге қоятын, кезінде Ақмешіт атанған қазіргі Қызылорда облысының түлегі, оңтүстік Қазақстан, яғни Шымкент шаһарына қоныс тепкеніне ширек ғасырдан астам уақыт болған Сәдібеков Молдабай Әбсадығұлының тағдыры өте аянышты. Сәдібеков Молдабай 5 перзент өсіріп отырған азамат, жұбайы Индира әкімшілік осы бұғалдырлық саласында, есеп саласында жұмыс жасайды. Жолдастарының арасында өте абыройлы, өзінің қарапайым, қалтқысыз мінезімен ұнаған, ұлтым, жерім десе, қазағым десе, осы қасықтай қанын құйып беруге дайын тұрған азаматтың бірі. Мына Қытайдағы геноцидтік жауыздық саясаттың кезінде ең алдыңғы қатарда ту көтеріп жүрген, бүгінгі нағыз атажұрттың белсенді мүшелерінің бірі болса, соның бірегейі осы Молдабек атанып кеткен Әбсадығұлы. Міне осыны мына қаңтар көтерілісінде Шымкенттегі полицейлер ұстап, мұны террорист дей ме, тағы басқа баптар көп. Басына үйіп төгіп бәрі жаланы әлі мына Шымкенттің Сәуле микрорайонындағы СЕЗОда, түрмеде қамақта отыр. Масқара. Біз осындай ұлттың басына күн туғанда ұлттың арызданын туып көтеретін азаматтарымызды міне түрмеге қамап, оларға соққы беріп, оларға жала жауып, міне бүгінгі билік, Тоқаев билігі осындай дәрежеде отыр. Бұдан асқан масқара бар ма? Бұл өзі жанындағы күніге бір 10 мың теңге тапса, соның 7 мыңын осы жетім жесірге, ұлт мүддесі жолында күрескен азаматтарға көмектесіп тұратын. Мына атажұртқа да, нағыз атажұртқа да талай жәрдем берді. Ол бай азамат емес өзі. Қалыпты Қоңыралықта өмір сүрген азамат. Бірақ ұлтым десе жүрегі жылып беретін, бір жерде жатқан құмырсқаны баспайтын сондай бір пәк азамат. Бірақ мына Қытайдың геноцидтік жауыздығы, Қытайдың Қазақстандағы экспансиясына осы түп тырнағымен қарсы, тіс тырнағымен қарсы.
Сосын мына 30 жылдық мойнымызға албастыдай ібілістей мініп алған билікке келгенде, бұл адам оған да тістен аяғымен қарсы. Күндіз түні осы билік қашан құлайды, осы ел қашан оңалады, осы қазағым қашан оңалады, бір қой үстіне бозторғалай жұмыртқалайтын заманды көреміз бе деп отыра қалғанда айтатын әңгімесі осы. Бала шағасын асырау үшін жаңағы Алла Тағаланың берген өнері домбыра шеберлігімен айланысады. Оның жасаған домбыралары түгел өнер мектептерінде қазақтың қара домбырасын қастерлейтін адамдардың шаңырағында төрінде ілулі тұр. Міне осындай өнер адамын, шеберді, ұлтжанды, сегіз қырлы, бір сырлы азаматты біздің Тоқаев билігі тепкілеп, түрменің түбінде соққылап, көзіне көк шыбын үймелетіп отыр. Бұдан асқан қасірет бар ма? Бұдан асқан қайғы бар ма? Мен Шымкент шаһарындағы бір Молдабай Әбсадықұлын айтып отырмын. Ал Қазақстанның 14 облысында қаншалаған Молдабайлардың соры қайнап, көзі жылтырап, түрменің түбінде жатыр. Қаншалаған біздің балиғат жасына толмаған жастарымыз, сәбилерімізді атып кетті оқылаяғы. Сәбилерді. Міне бұл енді қаңтар қайғысы адамзаттың қабырғасын қақырататын ауыр қайғы. Қара жердің өзі әрең көтереді. Желтоқсан оқиғасынан кейін қайғы қиын. Қазақ болғалы ғасырлар бойы осы толарсақтан қан кешіп жатқан ел. Енді біз тәуелсіз елміз дедік. Әлем көзіміз жариладық. Сонда көк тудың астында осындай қасірет шегеміз бе? Ағайындар, сондықтан ел болып, жұрт болып, осындай азаматтарды шығарып алайық. Жалпы Қазақстанның бүгінгі барлық облыстарындағы түрмеде жатқан, жазықсыз жатқан барлық бейкүнә адамдарды шығарып алу керек. Мынау билік көшеге шыққан, еркін шеруге, бейбіт шеруге шыққан адамдардың барлығын кінәлі салып отыр. Олар террорист деп отыр. Олардың ешқайсысы террорист емес, өзінің адамдық құқығын ата заңда жазылған, Қазақстан заңында жазылған, халықаралық заңдарда жазылған өзінің құқығын қорғау үшін шықты. Олар ештеңе бүлдірген жоқ. Арада бүлдірсе, кландардың соғысы. Екі түйе сүйкенсе, ортасында шыбын өледі деген сияқты, қазақтың шыбыны шырылдап, осындай жастарының барлығы мына кландардың соғысының арасында құрбандық болды. Міне сол құрбандықтың бірі міне осы жігіт. Міне бәлем 4 ай болды, міне 4 айға аяқ басады. Оның бала шағасын кім асырап жатыр? Шиеттей бала шағасы бар. Мына Қожабек деген інісі бар, сол бір-екі рет ізденді. Өткенде прокуратураның алдына да бардық бұл туралы. О да жарытып жауап берген жоқ. Біресе бір баптарды алып тастайды, одан қайтадан ілік қояды. Ойына не келсе соны істеп отыр. Тоқаев мынамен жаңа Қазақстанды құра алмайды. Осы көне Қазақстанның өзін жоғалтып беруі мүмкін. Мындай түрмен тұрғанда Тоқаевтың мына билік қол астындағылардың заң саласының адамдары, прокуроры бар, ішкі істері бар, соты бар, полицейі бар, барлығының осын жасап отырған тірлігі мынау болғанда, мен Қазақстаннан, жаңа Қазақстан деген сөз бізге бір ертегі құсаған, елес құсаған. Таң алдында көрген бір жақсы түстер болса, сол түс құсап қана тұр. Сондықтан біз бірінші өзіміздің ата заңымызға, Қазақстанның заң саясатына негізделе отырып, мына алдымен ұлтымыздың ар-ұжданын қорғайық. Тағы да кешеде айтып жатырмыз, тағы да айтамыз. Қазақстан түрмеге қамалған барлық азаматтардың, азаматшалардың, жастарымыздың денсаулығына кепілдік беріп, тегін емдету керек. Әр күніне есептеп отырып, төлем төлеу керек. Сонда барып, Тоқаевқа деген қазақтың, халықтың кегі аздап қайтуы мүмкін. Мына көктемде де сең жүреді ғой, жібіп. Онсыз ештеңе болмайды. Ұлтшыл азаматымызға араша болайық ағайын. Малым жаным садақасы, жаным арым садақасы деп күрескен халықтың ұрпағы едік.